Оралдағы бұрылыс. Оралға саяхаттан кейін Пушкиннің «Болдина күзі», Толстойдың «Ясная полянасы» дүниеге келді. Екеуі де жемісті еңбектің нәтижесі. Өз есіммен біте қайнасып кеткен шығарманы ол 10 жыл бойы жазды. 1869 жылы «Соғыс және бейбітшілік» романына нүкте қойылды. Кездейсоқ сапар үміт күткен нәтиже. Лев Николаевич Толстой біздің өлкімізге 1862 жылы қымыз ішіп емделуге келген. Ол Оралға болашақ реформатордың әкесі Столыпиннің Қырым науқанында танысқан жолдасына барған. Граф Толстой азиялық еркіндіктің айнасы іспеттес. Бұл Лев Николаевич әдеби мұраларының басым бөлігін қазақтың немесе Азияның даласына арнады деген сөз емес. Бірақ Азияның әлем әдебиеті классигінің шығармашылығында ізі қалғаны анық. Бірінші тарау. Осылай болды. Неліктен басқаша емес дәл осылай болды. Өткені солай болды. Оқиға бәріне себепші болды. Данышпан оны пайдаланды дейді тарих. Оқиға деген не? Данышпан дегеніміз кім? 19 ғасырдың ортасында сырқатты қымызбен емдеу бүгінгі тілмен айтқанда сәнге айналған болатын. Оны қазіргі заман медицинасы ретінде Петербор салондарында қолданып келеді. 1862 жылы мамырдың 12-сінде граф Толстой өзінің Ясная Полянадағы үйінен жолға шықты. Оған күтушісімен 2 шаруаның баласы еріп жүрді. Ол ауырып қалды. Өпкесі дімкәс болатын. Ол тәубеге келу шығармасында тәні емес жан ауырғанын, саф ауамен тыныстап, қымыз ішіп еркін жүріп тұру үшін бәрін тастап, қазақ даласына кеткенін жазды. Оның сол кездегі жағдайын бір ауыз сөзбен түңілу деп жеткізген дұрыс болар. Соңғы жылдары қызығушылық танытып жүрген педагогиканың жаңа тәсілдеріне көңілі суыды. Уақыт идеалына сенуден қалды. Қамалдық құқықтың жойылуы Ресейде құлдарға еркіндік бермеді. Ол басқа мақсат пен құндылықтарды қинала іздеді. Ол кезекті рет махаббатқа көңілі қалған соң қаламыда жүрмей қойды. Жартып ештеңе жазбады, бірақ батар күннен соң қайтадан таң ататынына сенетін. Лев Толстойдың үміті алдамады. Ол емделіп жүріп, жаңалықты кездейсоқ біліп қалады. Оралда атаман қызметіне Столыпин келеді. Ол жазушының досы болатын. Екеуі де артиллерияның капитаны болатын. Естігенде қуанып қалды. Бірақ Оралға саяхатты жоспарламаған еді. Дос әрі майдандас, граф Толстой бірге қызмет еткен досының осы өңірде атаман екенін білген соң, шыдай алмай жолға шығады. Ол мұнда 3-4 күн болған. Өкінішке орай көп мағлұмат жоқ. Бір анығы ол 1862 жылы шілде айының 2-ші жартысында осындағы атаманның үйіне тоқтаған. Жазушы тоқтаған мына үй. Лев Николаевичті қалай қарсы алғаны қазір белгісіз. Не жайлы сөйлесті, ескі достар не істеді. Толстой бұл жерде шын мәнде қанша уақыт тұрды, ол жағы беймәлім. Мына жерде диван тұрды. Қонақ күтетін бөлме осы. Маркиз залы, гүлдерге арналған зал. Лев Николаевич осы залда қыдырып жүрген. Жалпы жазушының бұл үйде әр сағатта, әр минутта не істегені түгел жазылған. Бірақ азаматтық соғыс кезінде сол архив жоғалды. Саяжайға барған. Сондай Лев Николаевичтің казақтың үйіне бас сұққаны мәлім. Акутин үйірмесіндегі жастармен кездескен, өнермен, живописпен айналысқан жас офицерлерді осылай атаған. Ол атамандармен, казактармен ғана кездескен жоқ. Біздің Оралдың тұрғындары даңғой, ол кісіні бөліп жарып жатпайды. Оны бір қария тоқтатып, сен Толстойсың бе деп сұрайды. Иә деп жауап береді жазушы. Сен мен мылжыңдасуым керек еді дейді. Толстой қарияның бұл сөзіне таң қалады. Шалды үйіне ертіп келеді, түні бойы әңгімелеседі. Өзге қарияларды шақырып, әнде бірге қосылып айтады.
Лев Толстой сонау шалғайдағы Оралда жүрсе де өзінің үйреншікті әдеттерін сақтаған секілді. Жазушы әдеттегідей ерте оянған, үстіне шапанын жамылып, таңды атыруға барған. Таңғы астың алдында қымыз ішіп, онан соң бесбармақ жеген. Жергілікті тұрғындардың дәстүрін сақтап, тамақты қолмен жеген. Ол кезде әлі вегетариан деген түсінік болмаған. Бізде Оралда Столыпин бульвар болатын. Міне 1860 жылы ротонда салды. Кеш түссе, жастар сол жерге жиналады. Үрмелі аспаптар ойнайтын сол жерде би кеші де өтеді. Лев Николаевич оларды жібермейтін ешқашан. Лев Николаевич өзінің аяқ киімінің өкшесін тесіп тұрып билей алмайтынын мойындайтын. Әйел сұлулығын бағалай білмегендігімен танылып еді. Бикештер қызығушылық танытқанмен олардың алдында табысқа кенелмеді. Әйтпесе жергілікті бикештер графты, отставкадағы поручикті және жазушыны сыйлайтын. Ол Оралда бірнеше күн болып кейіннен қырға кетті. Үйде тұрамыз. Мен досым Столыпинді Оралда атаман болып жүргенде тауып алдым. Барып жолығып қайттым. Ол жақтан бітікшіні алып келдім. Оған айтып тұрамын, өзім аз жазамын. Танымал шығармалардың барлығын Толстой анағұрлым кейін жазған. Екінші тарау. Не үшін? Лев Толстой әдеби материал үшін келген оралдықтардың өмірі жайлы кітап жазбақшы болады. Бәлкім бұл жорамалдардың барлығы негізсіз де емес шығар, бірақ нақты дәлелдері жоқ. Тек 46 жылдан кейін, Орал демалысынан кейін жазушыға 80 жыл толады. Ол «Не үшін» деген атаумен роман жазды. Мигурскийдің Оралда 7 айға созылған өмірі бір қалыпты, жабырқаңқы әрі көңілсіз ғана емес, сондай-ақ ауыр болды. Батальон командирмен таныс тұғын, оның өзімен анда-санда ғана кездесуді қалады. Одан басқа осында жер аударылып келген, шала сауатты және сұғанақ, сүйкімі жоқ, балық сатумен айналысатын бір поляк болды. Мигурскийге әсіресе қажеттілікке үйрену қиын соқты. Сәтсіз қашудың тарихы шығарма үлкен емес, небәрі 20 шақты бет. Бірақ Толстойға оны жазу үшін бірнеше әдеби кітапты оқып шығуына тура келді. Лев Николаевич тарихи тақырыпқа қалам тартқанда ұсақ түйектің өзі тарихи оқиғадан алшақтамағанын қалаған екен. Шындықты бұрмалауға оған баяғы сапары көмектескен. Поляк көтерілісінен кейін Оралда жер аударылғандар көп болды. Лев Николаевич солармен танысса керек. Жалпы әдеби туынды бұл өмірде болған оқиғаның желісімен жазылған. Баяғыда қозғалған істің кейбір құжаттары тіпті басты кейіпкерлердің есімдері мұрағатты әлі сақтаулы. Қала мен оның тіршілігі тиіп қашып жазылса, орталықтан жырақта орналасқан елді мекеннен көңіл күйі шебер жеткізілген. Жер аударылған Мигурский мен оның зайыбы Альбина қашуға әрекет жасайды. Күйеуі суға батып кеткен секілді жоғалады. Ал шын мәнінде әйелі Орынбор мен Петерборға кешірім сұрап хат жазғанда ол бір ай бойы үйде тығылып жатқан. Балалары қайтыс болған. Олардың сүйегін алып кету үшін үлкен табыт жасатады. Сүйектер мен күйеуін сонда жасырады. Саратовтың түбінде күзет қашқынды байқап қалып каторгаға жөнелтеді. Әйелде артынан еріп барады. Лев Толстой шағын әңгімені 15 рет қайта көшіріп жазғанына қарағанда, осынау әдеби шығармаға үлкен мән берген сыңайлы. Ақиқат үшін жапа шегу және бостандық үшін құрбан болу жазушыны қашанда мазалайтын. Бұл тақырып Орал өмірі туралы әңгімеде көрініс тапты. Ол жан тәнімен әділет жолын қалады. Ол терең ойдың иесі. Бұл қазақтың ұлы ақыны Шәкәрімнің сөзі. Ол өлең жазып, онда Толстойды шіркеуден аластап шығарғанда қаламгердің сол мезеттегі сезімін, бастан кешкен көңіл күйін дәл көрсете білді. Жалпы Лев Николаевичке хат жазып, өтініш білдіргендер көп болды. Мысалы, семейлік мұғалім жазушыдан жазған әңгімелерін қазақ тіліне аударуды сұраған. Әрине, Лев Николаевич қарсы болған жоқ, алайда Шәкәрім мен Толстойдың хат алмасуы ерекше оқиға. Шәкәрім бір өлеңінде «Тәнімді жуып шайдым, жүрегіме надандық салған кінәраттан құтылдым. Айтқанымнан қайтпаймын, мен Лев Толстойдың шәкіртімін» деп жазды. Мағжан Жұмабаев, Мыржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов та өздерін осы жазушының шәкіртіміз деп атады.
Бөкейханов айтқан қызық әңгіме бар. Ол қазақ қариясының Толстой атына қалай көңіл аударғанын айтқан. Ақсақал ол бәлкім қазақ шығар деген екен. Жайлауда қоныс тепкен ауқатты қазақтың қонақжай шаңырағында отырып жиналған ақсақалдар мен жастарға орыс жазушылары, соның ішінде Толстой туралы әңгімелеп бердім. Үй иесі құлақ қойған соң жымиып, әйеліне мұрағаттар салынған қобдишаны шығаруды өтінеді. Ішінен бір қағазды алып маған ұсынды. Қазақтар оның мазмұнымен таныс болып шықты. Күдік келтірген үшін, ренжітіп алмау үшін өз пікірлерімен бөлісті. Олар орыс жазушылар деп отырғаным әсіресе Лев Толстой орыс емес деген пайымын білдірді. Олардың бәрі мұсылман болса керек, басқаша болуы мүмкін емес. Кім біледі, олар бәлкім қазақтар шығар деді бір қария. Толстойға құрмет көрсеткен ауыл жазушының шығармашылығын құрметтейтін ұлы Абайдың ауылы болатын. Ал үйдің қожайыны қазақ әдебиетінің классигі әрі Толстойдың аудармашысы Шәкәрім еді. Бірақ мұның бәрі кейін болады. Ол кезде сонау 1862 жылы Лев Николаевич әулие немесе діни ұстаз емес, қазақ даласынан үйіне қайтқан жолаушы болатын. Үшінші тарау. Өмірді өзгерту. Өзіңізге және өз өміріңізге көңіліңіз тола ма? Жоқ, мен өз өмірімді жек көремін, деді Пьер бетін тыржитып. Жек көрсең, онда өзгерт. Ол оны өзгертті. Келген бойда өзгертті. Әйтеуір, Сонечка Берске өмірлік серігі болу туралы ұсыныс жасады. Аса талаптанбады, жасы 34-те, ал сүйіктісі 18-ге толған болатын. Бастысы бұл да емес, тек ұзақ бір тоқтамға келе алмады. Сүрбойдақ Лев Толстойдың соңғы күндері ме? 62 жылдың жазында осы жақтан аттанып Мәскеуге оралғанда дереу сөз салып үйленді. Ол сол уақытта осылай көрінген еді. Күте білетін адамдар үшін бәрде уақытында болады. Дәйек сөз, соғыс пен бейбітшілік. Оралдың жазық даласы, саф ауасы жазушыны шаңырақ көтеруіне итермелеген шығар. Қалай болғанда да 1862 жылы қыркүйек айында граф Толстой ұзақ сапардан Мәскеуге оралған соң жаңа өмір бастады. Жаңа шығармашылық жұмысқа құлшына кірісті. Бұл сапар әдеби күйзелісті бастан кешіп жүрген Лев Николаевич үшін жақсы әсер етті. Бұған дейін Кавказда казактар атты повесть жазған еді. Бірақ қалам жүрмеді, 9 жыл ұмтылса да ештеңе жаза алмады. Қазақ даласына келіп кеткеннен кейін тың идеялар туындап, керемет шығармасын аяқтап тастады. Далада күн шыққанда да, батқанда да қызыл түске боялады. Жел тұрса, құмдарды көшіреді. Егер тыныштық орнаса, осы таңдағыдай қимылдан, дыбыстан шырқы бұзылмайтын ғаламат тыныштық орнайды. Осы таңда далада тып-тыныш болатын, күн көтерілсе де түңеріңкеді. Бәрі жанға жайлы тұғын. Ауа ақырын желпінді, тек жылқы тұяқтарының және пысқырғанның дыбысы естіліп тұрды. Бұл дыбыстың өзі алыстан әлсіз ғана жететін. Ол уақытша болса да бақытты болды, зайыбын сүйді. Сондай ол қанша жылдан бері кірісе алмай жүрген шығармасын жазып тастауға отырды. Үмбет. Басында ол декабристер туралы повесть еді. Соңында соғыс пен бейбітшілік туралы романға айналды. Толстой соғыс өзінің салдарымен адамның бойындағы шығармашылық ізденісті, тұлғалық қасиетті жоятынын түсінді. Ол үшін бейбітшілік, еркін өмір, бостандық еді. Ол дәл осы романға бейбіт өмірдің жетістігін, өзінің ой тұжырымын жеткізуге тырысты. Адам мен оның жиынтығын жырлауға ұмтылды. Дүниенің, адам жанының елеусіз әрі ғаламат қайта құрылуын суреттегісі келді. Бәлкім базбіреу бұған шағын ғана Оралдың және Ұлы Азия еркіндігінің қатыстығын анықтайтын шығар. Мүмкін олардың еш қатысы да болмаған шығар. Кім біледі, олар болмаса осындай аса күрделі шығарма жазылмас бет.